Болмысы бөлік Балтекең. Көңілі көлдей болып, дүйім елге, айналасына жылылығын төгіп тұратын жарқыраған жайсаң жігіттермен, ақжелең ағалармен кездесудің өзі бір бақыт. Сол бір сері көңілдердің дүрмек сапында көркем мінезбен жан дүниемізді еліктірген, жанымыздың жақсы көрген жаратылыс иесі Балтабек Мұқанұлы да бар болатынды. Нұр жүзінен жұпар иіс аңқып, жымия күлген сұлу бейнелі азаматты кездестірген сайын, жанымыз баладай балбырап, нәзік сезімді лирикаға ұқсас самалаға шомыла кететінбіз. Елін сүйген ерен ердің бойында бұлқынысы басым күш қуат, жеңіске жету жолындағы баянды мақсат, алыстан елес берген шегі жоқ армандары мол болады. Мен жеткізіп өлем өрге қарай қазақты деп, шәкәрім бабасы айтқан мұралы сөзбенен ол өз-өзін үнемі болашақ бастауларына жігерлендіріп жүреді. Бұл жолда сенімі сергек ет. Ел тәуелсіздігі кезеңінен басталған қазақ мұнайының әлемге танылуы, жаңа қуатты өнеркәсіп кешеніне айналуына зор үлес қосқан тұлғалар сапында. Осы саланың дәулеті үшін сермесең қылыш, қорғанса қалқаны бола білген Қазақстан Республикасы Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, көрнекті ғалым Балтабек Қуандықовтың да төмендегідей дара жолдары біздің көз алдымызда сайрап жатыр. мың 1971 жылы Алматы қаласындағы Қазақ политехникалық институтын үздік бітірген Балтабек Мұқанұлын жоғарғы оқу орны басшылығы институт жанындағы аспирантураға қалдыруға шешім қабылдайды. Алайда жаста болса алдын болжай білетін озық ойлы жігіт өмірден өткен, әке шаңырағында жалғыз қалған анасын қамқорлыққа алуды мақсат санап елге оралады. 30 жылдардан бастау алатын Қуандықовтар әулетінің еңбек эстафетасын сенімді қолға алған Балтабек Мұқанұлы Биікжал бұрғылау экспедициясына жұмысқа қабылданады. Белес белі бар, қуаң тартқан құздала төскейінен бой көтерген бұрғылау қондырғылары жанындағы қарбалас тірліктерді игеруге ұмтылыс танытқан жас маман белге түскен бейнетке, иыққа түскен ауырлыққа төзімен жауап берді. Қалауын тапса, қар жанар деген осы. Өз мамандығына мығым, жалынды жігіттің бойындағы іскерлікті байқаған жоғарғы партия органдары өкілдері Балтабек Мұқанұлын әуелі Ембі аудандық партия комитетінің нұсқаушысы, кейіннен Гурьев облыстық комсомол комитеті хатшылығы қызметтеріне тағайындайды. Әр адам өзінің жан дүниесінің көшірмесі деп түсінетін жас басшы, биліктің басқарушы сатысының басында болғанымен, азаматтық рухы мен адамдық келбетіне жел тигізбестен айналасының құрметіне бөленеді. Геология жаратқанның ерекше сыйы екенін терең ұғынған жас инженер өзінің сүйікті мамандығы саласына қайта оралып, Қазнефть, Газразведка және Гурьев нефть газ геология мұнай мекемелерінде 10 жылдай геологиялық барлау, іздестіру қызметтерінің қыры мен сырына шыңдалады. Қазақ елі тәуелсіздік алған жылдары Каспий маңы ойпаты байлығын игеруде өзін білікті жағынан таныта білген қайсар тұлға Қуандықов Қазақстан Республикасы геология және жер қойнауын қорғау, энергетика және отын ресурстары министрлігінің орынбасар қызметтерін атқарды. Жаңадан егемендік алған жас мемлекеттің экономикалық негізін нығыз орнату үшін тұралап қалған мұнай саласына жаңа тыныс, жаңа бағыт табу керек болды. Міне осы уақытта ел басшысы Балтабек Қуандықовтың қолына Каспий қайраңынан мұнай іздестіру жобасының тізгінін ұсынып, Қазақстан Каспий Шельф мемлекеттік компаниясының президенті лауазымына тағайындады. Бұрын соңды теңіз аумағынан мұнайды іздестіру жобасы болмағандықтан, Каспий теңізі қайраңын игеруге қадам жасау
аса жауапкершілікті, терең біліктілікті қажет ететінін озық оймен қабылдаған Балтабек Мұқанұлы бастаған біліктілер командасы алыс жақынды шетелдік және жергілікті қазақ ғалымдармен тығыз байланыс орнатып, есебі сансыз мұнай мен газды бауырына басып жатқан алтын сандықтың қақпағын дер кезінде аша білді. Қарсы кездескен қиындықтарды жеңе отырып, алға қойған жоспарды ойдағыдай орындап, елдің қаржылық қалтасына қол салғызбай, дүниежүзілік тәжірибесі мол шетелдік компаниялардың басын қосты. Ең жаңа технологиялық тәсілдермен тез арада өте сапалы геологиялық мәліметтер жинаудың арқасында Каспий қайраңында теңдесі жоқ мұнай-газ жиналатын құрылымдарды ашты. Соның ішінде аты әлемге әйгілі бола бастаған Қашаған кен орнында болатын. 1997 жылы Қазақстанның стратегиялық даму бағдарламасы жарияланғанында мемлекет басшысы бұл бағдарлама бойынша мұнай-газ секторына айқын басымдылық берілетін айрықша айта келіп, Қазақ-Ойыл жақ президенті лауазымына тәжірибелі ұйымдастырушы Балтабек Қуандықовтың кандидатурасын таңдады. Осы жылдар Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орнын игеру және солтүстік Каспий бойынша өнім бөлісі туралы Америка құрама штаттарының бірінші басшыларымен әлемдік келісімдерге қол қойылды. Осылайша елімізге өз инвестицияларын ала келген әлемнің бірнеше алпауыт компанияларының қазақ еліндегі дүбірлі іс қимылдары басталып кетті. Қашанда қадамы құтты Қуандықовтың өрнекті өмір жолдары одан әріде оңынан жалғаса түсті. Ол 1998 жылдан Chevron Overseas Petroleum компаниясының Калифорния ақш орталық кеңсесінде бас кеңесші. 2001 жылдан канадалық Nelson Resources Limited компаниясының президенті. 2006 жылдан бері Meridian Petroleum компаниясының президенті лауазымын адал атқарып келді. Қазақстанның өнеркәсібіне еңбегі сіңген қызметкер Ембі ойпатындағы бірқатар мұнай-газ кен орындарын, оның ішінде Қарашығанақ, Кенбай, Имашев, Жаңа жол, Әлібек Мола, Арман тағы да басқа кен орындарын ашуға қатынасты. Геология минералогия ғылымдарының докторы, Еуразия халықаралық экономикалық академиясының, Америка геологтар мен мұнайшылар қауымдастығының мүшесі, Халықаралық минералды ресурстар академиясының толық мүшесі атанған мұнайлы елдің мұзбалағы Балтабек Мұқанұлына 2015 жылы Қазақ елі президентінің жарлығымен ғылым мен техника саласындағы Қазақстан Республикасы Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Көзі қарақты, кемел ойлы Балтабек Мұқанұлы 10 монография мен 120-дан астам ғылыми мақалалар жазумен қатар қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде басылып шыққан Каспий қайраңының кілті және басқа да ғылыми кітаптардың авторы атанды. Мемлекетіміздің барыс, парасат және құрмет ордендерінің иегері Балтабек Қуандықов ұзақ жылдар бойы қазақстандық мұнайшы геологтардың қоғамы бірлестігінің төрағасы қызметін үкіметтік ұйымдармен бірлесе үйлесімді атқарып келген қайраткер тұлға. Өнегелі өмір, ел тағдыры жолындағы күрес осылай жалғасып жатқанды. Біз күткен бақыт бұл емес еді. Адамдықтың алтын ерлі арғымағын ауыздықтай мінген сұлу мүсін Балтабек Мұқанұлы аға да бұл дүние көшінен кенеттен асығыс сулап өте шықты. Айтарға сөз, жанына жұбату, қорғап қалардың алдаға табынған амалдар табылмады. Кеңсай зираты басында тұрып, өкініштің өзекті жырын ойға оралттық. Ағам бар еді, міртілді, жағам бар еді, жартылды. Қанжылап тұрған жүрекпен жұбатам қалай жұртымды. Қош, қош байтақ елдің болмысы бөлек Балтакеңі.